Ассаламу алейкум қазақтар. Екінші бөлім. Біреулер қазақ тілі дамып жатқан жоқ дейді. Бірақ бізге не қарауымыз керек? Трендке қарауымыз керек. Тенденцияға қарауымыз керек. Қарап көрейікші. Кеңестік режимде егер мен Алматыда қазақ тілінде сөйлей бастаған, онда бізге сөгіс берілгенін айтқан. Кеңес одағы Теміртау, мен Теміртау қаласында, орталық Қазақстанда туып өскен. Сол кезде біз бірақ пайыз қазақ болды. Біз басқа халықтар арасында жүрген. Біз кіммен сөйлейсің қазақша? Қазақша сөйлейтін адам болған жоқ. Басқа қалаларда, Қазақстанда қазақтар аз болды. 2, 3, 4% болды. Әртүрлі әр қалада, Қазақстанда. Бірақ мына қазақтар, қалалы қазақтар 98% бірде-бір сөз қазақша білмеген. Міне. Ал қазір мен Алматы қаласында мен сүрендеп жүргенде кейде күні бойы басқа тілінде бірде-бір сөз айтпаймын, сөйлемеймін. Күні бойы қазақ тілінде сөйлеймін. Бір рет жақында бір қызық болды, бұл тексердім оны. Қазақ жігіттер, қыздар дүкенде орысша сұрады, сколько это стоит? Олар қазақша жауап береді. Орысша сұрасам, жастар қазақша жауап береді. Ол өте дұрыс жігіттер. Жақында Шымкентте болды. Орыстар, басқа халықтар қазақша көптеген сөйлейді. Барлығы емес, бірақ ол тенденция. Бұл өте жақсы. Қазір жастар қазақша сөйлейді көптеген. Бұл өте жақсы. Біздің қазақ жастары өте талантты. Олар біздің ұрпағымыздан көп біледі. Жылдам дамиды. Жақсы. Мысалы, Ресей империясының 1087 жылғы халық санағы бойынша қазақтардың саны 12 миллион болды. 20 ғасырдың басында 2-3 миллион қазақ болғаны шындыққа жараспайды. 2-3 миллион бұл өтірік. Одан көп болды қазақтар 20 ғасырдың басында. Олар қазақтардың санын әдейі азайтып, қанша қазақтың қирағанын көрмеу үшін, көрсетпеу үшін солай жасаған. 20 ғасырдың 40 жылдарының сонына қарай Қазақстандағы қазақтардың саны 500-700 мың болып қалды. Мінеки, қазақтар өте аз қалған. Бұл үлкен қайғы қасірет. Біз енді қазақтардың мұндай ауыр қырауына жол бермеуіміз керек. Бір қазақ халқын сақтап қалуға тиіспіз. Біз ешкіммен арадағы кеміспеушіліктерді емес, сонымен бірге егемендігімізден, тәуелсіздігімізден, жерімізден және активтерімізден бас тартпай, сауатты дипломатиялық жұмыс жүргізуіміз керек. Тіпті 80 жылдарының сонда Қазақстанда қазақтардың саны 39% деп айтылады. Шын мәнісінде мен ақпаратым бойынша сол кезде мына 8 жылдың аясында қазақтардың саны Қазақстанда 30% жетпеді. Қазір оның 39% болғанын айтады, бірақ мен ойымша ол дұрыс. Себебі біреулер Қазақстанда қазақтар болған жоқ деп айтар еді. Сол себептен 39 айтсын, 45%, 80 жылдарда аясында болғанын айту керек. Бірақ біз өзіміз білуіміз керек, жетпеді. 30%-ға жетпеді. Ал 20 ғасырдың басында Қазақстанда қазақтардың пропорция 98-99% қазақ болған. Қазақстан Украинамен достық қарым-қатынасты сақтап қалуын керек.
Украина қазір тек өзі үшін емес, ғана емес, көрісіп жатады. Соғысады. Батыс әлемі Украинадан арта қалып отыр. Ал бізге батыс әлем керек қазір. Бізге батыстық инвестициялар, технологиялар керек. Біз арта қалған ел болмауға, дамыған ел болуға тиіспіз. Украина мен батыс әлеміне Қазақстанды қазір өте күрделі жағдайда екенін түсіндіру қажет. Біз түсіндіру керек. Біз өте қиын жағдай қазір. Қазір қазақтарға не істеу керек? Көптеген сұрап жатыр. Не істейміз аға? Не істейміз? Мен ойымша не істеу керек? Енді қазақтарға қазақ халқын көбейтіп, күш қуатын жинақтап, ұлттық қордағы қаржыны үнемдеу керек. Қазір Құдайға шүкір, Аллаға шүкір, ұлттық қоры өсіп жатыр. Ақшасы өсіп жатыр. Себебі қажетті уақытта ақшаға қару-жарақ сатып алып, әскер жалдап алуға болады. Кейде ақша әскерден өзі сияқты маңызды, қорғаныс қабілетін нығайту керек. Тағы не айтайын сонда, жігіттер? Не айтайын? Сабыр жігіттер. Біздің қазақтардың уақыты әлі келген жоқ. Назарыңызға рахмет. Сау болыңыз.